Сәлем қыздар, қазір ашқан парақшаларыңызды қалай бизнес аккаунтқа өзгерту керектігін көрсетемін. Мұқият қарап, өздеріңіздің парақшаларыңызды дәл осылай ауыстырыңыздар. Бұған ауыстырудың маңыздылығы сіздерге статистика, охват, лайк барлығын көріп, бақылап тұруға қажет болады. Настройки бөліміне кіресіздер. Настройкадан аккаунт дегенге кіресіздер и жоғары көтересіздер. Вот переключиться на профессиональный аккаунт деп тұрады, соны басасыздар. Продолжить. И на категория дегенге осы товар и услуга дегенді таңдайсыздар. И дальше бизнес дегенді таңдайсыздар. Мына жерге обязательно почталарыңызды жазыңыздар, электронный парольдарыңызды ұмытып қалсаңыздар, немесе басқа да жағдай болса, ол сіздерге қажет болады. Сосын телефон номерларыңызды толтырыңыздар, Қазақстан деп. И далее дейміз. Переключиться к Facebook дейді. Facebook арқылы обязательно байланыстырып қойыңыздар парақшаларыңызды. Осы жерде Facebookпен байланыстырып кетіңіздер. Менікі қазір Facebook'ым Bonnie парақшасымен байланыстырғандықтан бұл шақты пропустить деймін. Бірақ сіздер Facebookпен байланыстырып қойыңыздар. Ертең реклама жібергенге бәріне керек болады. Пропустить деймін. И вот. Енді Instagram'ның сіздерге начинающийларға шақтарын көрсетіп тұрды. Бұны болып жабасаңыздар болады. Вот сіздердің профильдарыңыз профессиональный, яғни бизнес аккаунтқа ауысты деген сөзбен. Товар и услуга деп жоғарыда жазылып тұр ғой, көріп тұрсыздар ма? Вот мысалы статистика көре аласыздар да, бұл әр постта қанша лайк, қанша комментарий жазылды, кім сохранить етті, соның барлығын енді осы аккаунтқа ауыстырғаннан кейін енді салынған публикацияларды солай статистикасын көре алатын боласыздар. Сонымен бизнес парақшаға ауыстырыңыздар парақшаларыңызды. Сәттілік.